Биыл тәуелсіздігімізге 32 жыл айтулы мерекеге орай Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап кітапханасында желтоқсан тәуелсіздіктің ұлы рухы атты кеш өтті. Шараға Ақтөбе заң институт курсанттары, мұғалімдері мен оқушылары қатысты. Нұрарай Марат әңгімелейді. Желтоқсан тәуелсіздіктің ұлы рухы. Осындай атпен бүгін қаламызда кездесу кеші өтті. Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық ғылыми кітапханасының оқырмандарға қызмет көрсету бөлімі 16 желтоқсанға орай мектеп мұғалімдері, оқушылар мен полиция бөлімі қызметкерлерінің, Малкеждар Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институт курсанттарының басын қосты. Шара қонақтары Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің тарих ғылымдарының кандидаты, аға оқытушысы Еспенбетова Айнагүл Мейрамбекқызы, Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернатының информатика пән мұғалімі, желтоқсан оқиғасының куәгері Бейсева Нұргүл Бақтыгереевна, нөмірі 31 қазақ орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі, желтоқсан оқиғасының куәгері, ардагері Есқалиева Дариға Нәсіпқалиқызы қатысты. Шараның мақсаты жастар мен бүлдіршіндерді желтоқсан оқиғасының куәгерлерімен таныстыру, бабалар қанымен келген киелі мейрамның құндылығын жеткізу. Кездесу кешінде тарих қойнауынан сыр шертіліп, тарих сахнасындағы елеулі оқиғалар еске алынды. Кезімді еске салып, менің мұңлы кезімді. Осында бүгінгі жүргенде отырған желтоқсанға арналған кештің біз тек қана көрермені ғана емес, қатысушысымыз. Себебі өзімізбен бірге тасада өскен гүл атты пьесаны көрсетеміз, және бұл пьесаның ішінде желтоқсанда құрбан болған өзіміздің қазақтың жастарының өмірінен үлгі ететін өмірді және ұлттың рухын, патриоттығын, сезімін ояту үшін берілетін көріністі көрсетіп, сол арқылы жас ұрпақты тәрбиелеуге күш салудамыз. Биыл еліміздің тәуелсіздік алғанына 32 жыл толып отыр. Тәуелсіздік жолында тынбай күресу нәтижесінде ешкімнің ықпалына көнбейтін ірі мемлекет болғанымыз осы батырларымыздың арқасында. Ер есімі ел есінде болу үшін кітаптар көрмесі, түрлі видеороликтер көрсетілді. Нұрарай Марат, Тәулік.